Қайырлы күн. Сізге таныс па? Бір айдан кейін дипломдық жұмыс тапсыру керек. Немесе сіз бухгалтер, басқа да бір мамандық иесі болсаңыз, бір айдан кейін сізге бір жоба тапсыру керек, е? Сіз айдың басында аласыз да бүкіл күніңізді жоспарлап, күніне осыншама абзац жазамын деп, әрбір күніңізді жоспарлап қоясыз. Бірақ шындығына келгенде барлық істі біз соңғы аптада немесе соңғы мынау санаулы күндерде ғана жасаймыз. Таныс па? Сіз жалғыз емессіз. Бұл көпшілік адамда бар қасиет. Не үшін біз дедлайнды біле тұра, жоспарды құрғанның өзінде де тиімді әрекеттер жасағанның орнына уақытымызды бос өткізіп, жаңағыдай ең соңғы уақытты күтеміз. Бұл жайтты ең алғашқы болып Паркинсон есімді кісі байқайды және Паркинсон ережесін қалыптастырады. Ол ереже бойынша біз жұмысқа қанша уақыт берсек, сонша уақыттан ертерек ешқашан ол жұмысты жасап бітірмейміз. Қызық, иә? Мысалы, егер сіз белгілі бір дипломдық жұмыс немесе бір реферат жазуға 3 сағат бөлемін десеңіз, сіз оны 3 сағаттан ертерек жазып бітірмейсіз. Себебі сіз ең басында өзіңізге 3 сағат деген уақытты беріп қойдыңыз. Басқа мысал ретінде, жаңағыдай бір жобаны бүгін күннің аяғына дейін бітіру керек десе, яғни сіз өзіңізге алдын ала миыңызға күннің аяғына дейін бұл жобаны бітірем дегендіктен, ми не деп ойлайды? Мен бұл жұмысты бітіруіме әлі бір күн бар, 24 сағат бар, сондықтан асықпай істесем болады дейді де, кейін сіз мінеки енді сол іске кірісе бастаған кезде не істейді? Қарныңыз аша бастайды, иә? Барып бір тамақ ішіп келу керек, немесе қайтып оралып, болды мен қазірден жұмысқа назарымды аударуым керек деп жұмысты жасай бастайсыз, бірақ бір кезде мен ана кісіге хабарласпаппын ғой, немесе WhatsApp-та бір адам жазып еді, соған жауап бермеппін ғой деген заттар есіңізге түсе бастайды, иә? Яғни сіз өзіңіз алдын ала миыңызға сондай бір уақыт аралығын беріп қойдыңыз, яғни 24 сағат бір күн деп берсеңіз, онда сіз ол жұмысты бір күннен ертерек ешқашан бітірмейсіз. Керісінше, оған көбірек басқа бір нәрселерге назарыңыз ауытқып, ұзақ және қиналып жасайтын боласыз. Не істеу керек? Паркинсон заңы бойынша сіз белгілі бір істің орындалуына ешқашан сол істі орындауға арналған уақыттан көбірек уақыт бермеуіңіз керек. Яғни мүмкін сіз бір текстті 1 сағатта жазып тастауыңызға болады, бірақ сіз оған 3 сағат уақытыңызды бөлесіз, иә? Яғни ешқашан 1 сағатта орындайтын затқа 1 сағаттан артық уақытты бермеу керек. Мүмкін сіз пост жазамын деп жүріп те соны әлі ұзартып жүрген шығарсыз, иә? Сондықтан мен 15 минутта пост жазамын деген секілді уақытты қатты қысатын болсаңыз, сіз ол затты тезірек нәтижеге жетіп, өзіңіздің уақытыңызды тиімді өткізетін боласыз. Осы видеодан кейін Паркинсон заңын ережесін білген соң, енді сіз 3 сағат жасаймын деген іске 1,5 сағат беріңіз, яғни әрқашан берілген уақытты 2 есе қысқартып көріңіз. Өзіңіздің нәтижеңізбен, қандай да бір өзгерістермен міндетті түрде бізде пікірде бөлісіңіз. Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытып кетпеңіз, ал біз сіздермен алғашқы уақытта басқа да видеоларды міндетті түрде көрсететін боламыз.